Қазақта сасық қоғаны малда жемейді дейтін тәмсіл сөз бар. Алайда сол сасық қоғаның дәрі болатынын біреу біледі, біреу білмейді. Ендеше төмендегі рецепттерді тыңдап көріңіздер. Сасық қоғаның ем болатын аурулармен істетілу әдісі мынадай болады. Созылмалы асқазан қабынуға, тамаққа тәбеті тартпағанда, сасық қоғадан 6 грамм, піскен мандарин қабығынан 6 грамм, қонақтан грамм алып. Жел құз қоздырған буын қабынуға, бел аяқ ауырғанда, сасық қоға мен шерменгүлдің әрқайсынан 10 граммнан суға қайнатып ішеді. Жүйке, нерв, әлсіздікке, ұмытшақтыққа, сасық қоға, зейін шөп, лүңгулардың әрқайсынан 10 граммнан, тасбақа қабығынан 15 грамм суға қайнатып ішеді. Шиқан, сыздау шыққанда, жас сасық қоғаны жаншып тартады. Сасық қоғаның емдікке қолдану мөлшері 3-10 грамм шамасында болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы, Қазақстан медициналық университетінің неврология кафедрасының аға оқытушысы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.